Келесі талқылайтын теориямыз бізде арнайы салыстырмалы жылдамдыққа байланысты, яғни Эйнштейн теориясына байланысты талқыланады. Соңынан жақсылап тыңдаймыз. Мен сұрақты әдейі жаздым, сұрақ өйткені ұзағырақ. Конспект жасайтын кезде видеоны тоқтатып жасап аласыз, мал бастадық. Арнайы сұрақ жақсылап тыңдаймыз. Арнайы салыстырмалы теорияға сәйкес жарық жылдамдығына жуық форманы бізден сұрапты. Арнайы салыстырмалы теорияға сәйкес жарық жылдамдығына жуық формула қайсысы деген сұрақ қойыптыр. Бастадық. Екі рет қайталадым сұраққа. Мынау уже дұрыс жауап емес, өйткені бұл кинетикалық энергия mv квадрат бөлінген 2. Одан кейін енді көп адам ойлайды, мына үшеу, өйткені біз салыстырмалы жылдамдық дегенде тыныштық энергиясы есімізге түседі бірден, яғни mc квадрат. Біз қараймыз есепке, былай қараймыз, жоқ, үш вариантта сол жауапқа не істеп тұр, өте қатты ұқсап тұр. Көп бала мынаны белгілеп қателесіп жатады, өйткені оның ойында тек қана mc квадрат деген нәрсе қалған. Ол вообще дұрыс емес. Бұл қате. Неге? Өйткені арнайы не дейді? Жарық жылдамдығына жуық дейді. Сондықтан оның бастапқы өзінің массасы m0 бар. Мынау дұрыс жауап болады. Алдағы уақытта қателесіп жүрмеңіз. Анау m0 деген вообще дұрыс емес. Сондықтан m-нен аламыз m0-ды с квадрат деген ең дұрыс жауап болады екен. Яғни жарық жылдамдығына жуық деген сұрақ қоятын болса. Келесі жол сізді қинаған теория немесе есепті Instagram дайректке жіберіп қойыңыз, мүмкін келесі жол сіздің есеңізді талдауымыз мүмкін.